Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі дәрісте біз сіздермен бірге шахмат ойындағы ладья фигурасымен танысамыз. Шахмат ойында ладья фигурасының саны төртеу. Оның екеуі ақ түсті, екеуі қара түсті. Шахмат ойында ладья фигурасы ауыр фигуралар қатарына жатады. Шахмат ойында ладья фигурасы орналасқан вертикаль сызығы бойымен және горизонталь сызығы бойымен жүре алады. Бұл жерде шахмат тақтасындағы ладья фигурасы D вертикаль сызығында және төртінші горизонталь сызығында орналасқан. Яғни бұл жерде ладья фигурасы D вертикаль сызығы бойымен және төртінші горизонталь сызығы бойымен жүре алады. Мысалы, осылай. Шахмат ойында ладья фигурасы қалай жүрсе, ол солай қарсылас фигураны жейді. Бұл позицияда С вертикаль сызығында ақ түсті ладья мен қара түсті сарбаз орналасқан. Бұл жерде ақ түсті ладья қара түсті сарбазды жеп қоя алады. Осылай. Келесі позицияда 5-ші горизонталь сызығында қара түсті ладья мен екі ақ түсті сарбаз орналасқан. Бұл жерде қара түсті ладья екі ақ түсті сарбазды жеп қоя алады. Осылай. Келесі позиция, бұл жерде біз қара түсті ладья мен шахмат тақтасының бұрыштарында орналасқан ақ түсті сарбаздарды жеп қоюымыз керек. Біз оны осылай жүзеге асырамыз. Келесі позиция, бұл жерде ақ түсті ладья фигурасы А4 торына бара алмайды, себебі оған апаратын жолды ақ түсті сарбаз фигурасы жауып тұр. Шахмат ойынның ережесі бойынша ладья фигурасы басқа фигураны аттап өтіп кете алмайды. Бұл жерде сонымен қатар ақ түсті ладья фигурасы H4 торына бара алмайды, себебі оған апаратын жолды ақ түсті сарбаз фигурасы жауып тұр. Және бұл жерде ладья фигурасы D8 торына бара алмайды, себебі оған апаратын жолды ақ түсті сарбаз фигурасы жауып тұр. Және ладья фигурасы D1 торына бара алмайды, себебі оған апаратын жолды ақ түсті сарбаз фигурасы жауып тұр. Шахмат ойыны ережесі бойынша фигуралар өзімен түсі бірдей фигураларды жей алмайды. Бұл жерде ладья фигурасы сарбаз фигураларын жей алмайды, себебі ладья фигурасы мен сарбаз фигураларын түсі бірдей. Келесі позиция, бұл жерде ақ түсті ладья фигурасы D7 торында орналасқан қара сарбазды жей алмайды, себебі бұл екі фигура арасында ақ түсті сарбаз орналасқан. Бұл жерде ладья фигурасы F3 торында орналасқан қара түсті сарбазды жей алады. Бұл екі фигура арасында ешқандай фигура орналасқан жоқ. Осылай жейді. Бұл жерде ладья фигурасы D7 торында орналасқан қара түсті сарбазды осындай жолмен жүріп жей алады. Осылай. Ладья фигурасы D7 торында орналасқан қара түсті сарбазды басқа жолмен де жүріп жей алады. Мысалы осындай. Немесе осындай. Немесе осындай. Келесі позиция, бұл жерде B1 торында орналасқан қара түсті ладья фигурасы G8 торында орналасқан ақ түсті сарбазды жеп қою керек. Ладья фигурасы бұл жерде ақ түсті сарбазды осындай жолмен жүріп жейді. Біз осындай жолмен ладьямен жүріп ақ түсті сарбазды жейік. Шахмат ойыны ережесі бойынша ақ түсті фигуралар мен қара түсті фигуралар кезекпен жүреді. Бұл позицияда қара түсті фигуралар бірінші жүреді. Біз ладьямен осылай жүреміз.
Енді ақ түсті фигуралар жүреді, біз ақ түсті корольмен осылай жүреміз. Енді қара түсті фигуралар жүреді, біз ладья фигурасымен осылай жүреміз. Енді ақ түсті фигуралар жүреді, біз ақ түсті корольмен осылай жүреміз. Енді қара түсті фигуралар жүреді, біз қара түсті ладьямен ақ түсті сарбазды осылай жейміз. Келесі позиция, бұл жерде А1 торында орналасқан ақ түсті ладья фигурасы Ж4 торында орналасқан қара түсті сарбаз фигурасын жеп қою керек. Ладья фигурасы осындай жолмен жүріп, қара түсті сарбаз фигурасын жей алады. Қара түсті сарбазды ладьямен жейік. Бұл позицияда ақ фигуралар бірінші жүреді, біз ладья фигурасымен осылай жүреміз. Енді қара түсті король фигурасы осылай жүреді, біз ладья фигурасымен осылай жүреміз. Қара түсті король осылай жүреді, біз ладья фигурасымен осылай жүреміз. Қара түсті король фигурасы осылай жүреді, біз осылай жүреміз. Қара түсті король фигурасы осылай жүреді, біз осылай жүреміз. Қара түсті король фигурасы осылай жүреді. Енді біз ладья фигурасымен осылай жүреміз. Қара түсті король фигурасы осылай жүреді. Енді біз ладья фигурасымен сарбаз фигурасын осылай жейміз. Келесі позиция, бұл жерде А1 торында орналасқан қара түсті ладья фигурасы H7 торында орналасқан ақ түсті сарбаз фигурасын жеп қою керек. Ладья фигурасы осындай жолмен жүріп, ақ түсті сарбаз фигурасын жей алады. Ладья фигурасымен ақ түсті сарбазды жейік. Бұл позицияда ақ түсті фигуралар бірінші жүреді, қара түсті король фигурасы осылай жүреді. Шахмат ойындағы осы ережені еске түсірейік. Король фигурасы қарсылас фигураның бақылауында тұрған торға жүре алмайды. Бұл позицияда А4 торында орналасқан король фигурасы Б вертикаль сызығына жүре алмайды, себебі Б вертикаль сызығы қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура ақ түсті ладья. Және де H5 торында орналасқан ақ түсті король фигурасы Ж вертикаль сызығына жүре алмайды, себебі бұл вертикаль сызығы қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті ладья. Келесі позиция, бұл жерде С4 торында орналасқан қара түсті король фигурасы Д вертикаль сызығына жүре алмайды, себебі бұл вертикаль сызығы қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура ақ түсті ладья. Және де сонымен қатар қара түсті король фигурасы үшінші горизонталь сызығына жүре алмайды, себебі бұл үшінші горизонталь сызығы қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура ақ түсті ладья. Келесі позиция, бұл жерде қара түсті король фигурасы алтыншы горизонталь сызығына жүре алмайды, себебі бұл горизонталь сызығы қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура ақ түсті ладья фигурасы. Және де сонымен қатар қара түсті король фигурасы С4, Д4 және Е4 торларына жүре алмайды, себебі бұл үш тор қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура ақ түсті король. Бұл жерде қара түсті король фигурасы С5 немесе Е5 торына ғана жүре алады. Келесі позиция, бұл жерде D5 торында орналасқан король фигурасы 6-шы горизонталь сызығына жүре алмайды, себебі бұл горизонталь сызығы қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті ладья. Ақ түсті король фигурасы сонымен қатар Е вертикаль сызығына жүре алмайды, себебі бұл вертикаль сызығы қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті ладья. Және де ақ түсті король С4 және Д4 торларына жүре алмайды, себебі бұл екі тор қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура қара түсті король. Сол себепті ақ түсті король фигурасы бір торға ғана жүре алады, ол С5 торы. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат ойындағы ладья фигурасымен таныстық. Бұл дәріс сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір жазып кетсеңіздер болады.